Қаржылық мониторинг агенттігі бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен Қызылорда облыстық инфекциялық ауруханасының лауазымды тұлғаларына қатысты аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Аурухананың бас бухгалтері медициналық кереуеттердің сатып алу бағасын 3 есе көтеру арқылы мемлекет қаржысын жымқырған. Жоғары бағаны көздеген күдікті жұбайы дайындаған жалған баға ұсыныстарын қолданған. Өткізілген тендердің нәтижесінде жауапкершілігі шектеулі серіктестік пен аурухана арасында жалпы құны 259 миллион теңгеге 220 медициналық кереует сатып алуға шарт жасасқан. Бір кереуеттің құны 1,2 миллион теңге деп көрсетілген. Бірақ шын мәнінде оның нақты сатып алу бағасы 460 мың теңгеден аспаған, яғни көрсетілген бағадан 3 есе арзан болған. Осылайша негізсіз қосылған шығын көлемі 129 миллион теңгені құрады. Тергеу барысында күдіктілердің 111 миллион теңге тұратын мүлкіне тыйым салынды. Мемлекетке келтірілген 129 миллион теңге көлеміндегі залал толық көлемде өтелді. Бас есепші 2 ай мерзімге қамауға алынды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.